Hello everyone, welcome to our second lesson. Сәлем достар, екінші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз көптеген тақырыптарды қарастырамыз. Онда бастайық сабағымызды. Достар, сіздермен бүгін мен tongue twisters қарастырғым келіп жатыр. Tongue twister дегеніміз ол жаңылтпаштар. Жалпы жаңылтпаштар бізге өте күшті көмектеседі біздің сөйлеу мәнерімізді жақсартуға. Яғни сіздер мысалы қазақ тілінде сөйлеп жатқан кезде, болмаса орыс тілінде сөйлеп жатқан кезде сіздер көбінесе қиналып қалуыңыз мүмкін, кейбір нәрсені айтқан кезде. Сол сияқты ағылшынша да сіздер тез, шапшаң, еш жаңылмай сөйлеу үшін сіздерге жаңылтпастар жаттау керек. Бүгін біз сіздермен біреусін өтеміз. Бұл жаңылтпаш былай деп аталады. The big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Қиын ба? Уайымдамаңыздар, қазір бірге айтып үйренеміз. Онда, достар, сіздермен қазір бұл жаңылтпашты мынандай принциппен оқимыз. Машинаның спидометр бар ғой. Сонымен айтамыз. Бірінші айтқан кезде біз өте жай айтамыз. Екінші скоростьке қойған кезде сәл тезірек, соңғы скоростьке қойған кезде біз өте тез айтамыз. Сонымен достар, кеттік. Мен бірінші айтамын, содан кейін сіздер айтасыздар. Қаласаңыздар, паузаға қойып қойсаңыздар болады. Енді достар, кеттік онда. The big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Енді сіздердің кезектеріңіз. Асықпаңыздар. Енді тез айтамыз. Кішкене тезірек айтамыз. The big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Тамаша достар, енді сіздің кезегіңіз. Bug back. Ең соңында қатты тосыларыңыз мүмкін. Bug back деп айтыңыздар. Енді достар, өте тез айтамыз. Мен бірінші, одан кейін сіздер. The big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Тағы бір рет. The big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Ауызды қарқынмен ашыңыздар және тез айтып отырсыңыздар. Кеттік, сіздің кезегіңіз. Тамаша, жаңылысып қалсаңыз, басынан бастаңыз, жалғастырмаңыз. Басынан бастап тез айтыңыздар. Тамаша достар, жарайсыздар. Үйде осыны жаттап алып, сіздер маған телеграм группаға жібересіздер. Жаттап алып айтасыз ба, қарап айтасыз ба, ол сіздің өзіңіздің ар-ұжданыңызға байланысты, бірақ тез айту керек. Өте тез. Қаласаңыздар, жаттап алыңыздар. Және қаласаңыздар 3-4 рет бірден айтыңыздар. Бірден 3-4 рет айтасыздар. Онда достар, біздің бас тақырыбымызға бүгін өтейік. Бүгін біз сіздермен present simple тақырыбын қарастырамыз. Жалпы present simple дегенді көптеріңіз білесіздер, естіген шығарсыздар. Біреу болса шатастырып та жүрген шығар. Жалпы present simple дегеніміз не? Present simple дегеніміз ол күнделікті болатын іс-әрекет. Болмаса present simple ол осы шақ, бірақ қазір болып жатқан дүние емес. Көбісі шатастырады. Дәл қазір болып жатқан дүние. Мен сөйлеп жатырмын, сіздер отырсыздар, болмаса тағы бір нәрсе. Жоқ. Present simple бұл жай ғана осы шақ. Жай шақ болған кезде сіз ешқандай бір әрекетті айтпайсыз, және болашақты да, өткен шақты да. Ең бірінші кезекте to-be етістігімен қолданылады. Am is are. Мысалы, I'm a doctor. Немесе the weather is nice. Ауа райы тамаша. The sky is blue. Аспан көк. Біз жағдайды сипаттаймыз. Ешқандай іс-әрекет жоқ. Егер сіздің сөйлеміңізде іс-әрекет болатын болса, present simple былай жұмыс істейді. Мысалы, speak сөйлеу. Болымды сөйлемде I speak, we speak, you speak, they speak. To жалғауынсыз. Бірақ үшінші шақта he, she, it болған кезде біз етістікке s жалғаймыз. Яғни speaks. Есте сақтап алыңыздар. Бұл өте маңызды.
Сұраулы сөйлемде do, does қосымша етістіктері болады. Олар болымсыз және сұраулы сөйлемде жасауға көмектеседі. Do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it. Ал егер болымсыз сөйлем болатын болса, сіздер do'дан кейін және does'дан кейін not сөзін жалғайсыздар. Don't, do not, does not, doesn't деп қысқартылады. Және достар, ұмытпаңыздар, no деген сөз, no жоқ, жалғыз өзі жүреді, ал not деген сөз жалғыз өзі жүрмейді. Сіздердің кейбіреулеріңіз үй тапсырмасында жазып қойыпсыздар not деп. Not деген сөз жалғыз өзі жүрмейді. Есе сақтап алыңыздар. Ал енді present simple'дан қолданылатын уақыттары. Қашан біз present simple қолданамыз? Ең бірінші кезекте факттарды айтқан кезде, яғни шындықты айтқан кезде. Мысалы, I'm not a student. Бұл шындық. Мен студент емеспін. We live in Kazakhstan. Біз Қазақстанда тұрамыз. The earth goes around the sun. Жер күнді айналып жүреді. He speaks English very well. Ол ағылшын тілінде жақсы сөйлейді. Бұл факт, бұл шындық. Осындай кезде бірінші кезекте қолданамыз. He doesn't drink vodka. Сен ішесің бе? Do you drink vodka? Достар, ішімдік көп қабылдамаңыздар. Жалпы вообще қабылдамаңыздар. Екінші жағдай, present simple қолданылатын жиі болатын іс-әрекеттер, болмаса әдеттегі істер. Мысалы, we often go away at weekends. Біз жиі сыртқа шығып тұрамыз. Jack usually plays football on Sundays. Jack әдетте футболды демалыс күндері ойнайды. I never eat breakfast. Немесе I never have breakfast. Мен ешқашан завтрак ішпеймін. Kate doesn't get up early. Kate таңертең ерте тұрмайды. Байқасаңыздар, біз жиі мына сөйлемдерімізде былайша айтқанда signal words қолданамыз. Signal words дегеніміз сөйлемдерде present simple'ды анықтауға көмектесетін сөздер, яғни сигнал беріп тұрады сіздерге. Мысалы, ол сөздер always, never, every day, every week, every month, every year, seldom, usually, regularly, often, sometimes. Осы сөздерді көретін болсаңыздар, сіздер бірден түсінесіздер, бұл present simple. Достар, жалпы көптеген сөйлемдер жаздық, біз барлығын дәптерге түсіріп алыңыздар, бәлкім айналдырып қайтадан көріңіздер, болмаса әрбір сөйлемді дәптерге түсіріп алуды ұмытпаңыздар. Және де достар, сіздерге үй тапсырмасы. Жалпы болымсыз болсын, сұраулы болсын, болмаса хабарлы сөйлемдер болсын, 10 немесе 15 сөйлем сіздер жазып жібересіздер. Бірақ сіздерден өтінерім, ол сөйлемдер оңай болмасын. Мысалы, I don't like to watch TV деген сияқты тым қарапайым болмасын, барынша өмірге қажетті және де қиын қылып жасауға тырысыңыздар. Мысалы, I don't drink tea. I prefer coffee. Яғни, сіздер былайша айтқанда күрделендіре түстіңіздер. Мысалы, сіздер егер шай ішпейтін болсаңыздар, неге шай ішпейсіз? I don't drink tea, I drink only water. Осындай сөйлемдер қоятын болсаңыздар, неге екен түсініп кетсеңіздер болады, немесе себебін. Достар, үй жұмысы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ары қарай жүрейік. Достар, бүгін сіздермен мен қосымша тағы бір оймен бөліскім келіп еді. Жалпы барлығымыз сіздермен біз сөздер жаттауымыз керек. Ағылшынша жақсы сөйлеу үшін, еркін сөйлеу үшін өте көп сөздер білуіміз керек. Бірақ көбіміз көп сөздерді білмейміз, және де мен де сіздерге әрбір сабақ бойы 20-30 сөзден жазғызып отыра бермеймін. Кейбір сабақтар әрине өтеміз, мысалы келесі сабақ. Бірақ сіздерден өтінерім, күніге 10 сөйлемнен 5 сөйлемнен жаттап тұрыңыздар. Ол сөздерді қайдан аламыз деп сұрайтын болсаңыздар, мен сіздерге Telegram группаға жіберіп қойдым. Ол арнайы кішігірім кітапша, ішінде сөз тіркестері, сөйлемдер, қандай бір категорияға байланысты, антонимдар, синонимдар, көптеген салаға байланысты сөздер бар. Сол сөздерді аласыздар, бәлкім шығарып аласыздар, кішкентай қылып кесесіздер, жапсырып қоясыздар бір жерге, болмаса дәптерге күніне 10 сөйлем, 5 сөйлем жазып, жаттауға тырысыңыздаршы.
сөйтіп өздеріңіз сөздік қорларыңызды көбейте беріңіздер. Бүгін сіздермен 3 кеңеспен бөліскім келіп еді. Ағылшын тіліндегі сөздерді қалай жақсы есте сақтауға болады. Бірінші кеңес ол әрдайым қайталаңыздар. Яғни принцип повторения, яғни қайталау ол өте күшті. Жалпы қалай қайталауға болады? Сіздер мысалы бүгін 10 сөз болмаса 5 сөз өттіңіздер, иә? Оны 20 минуттан кейін қайталаңыз. Одан кейін 2 сағаттан кейін қайталаңыз. Одан кейін 2 күннен кейін қайталаңыз. Одан кейін мысалы 2-3 аптадан кейін қайталаңыз. Одан кейін 2-3 айдан кейін қайталаңыз. Одан кейін 2-3 жылдан кейін қайталаңыз. Осылайша сіздер мәңгілікке ол сөздерді жаттап аласыздар. Екінші кеңес сөздерді жақсы және ұзақ уақытқа жаттаудың ол сөйлем құру және де суреттерін салу. Мысалы, егер сіз rainbow деген сөзді жаттаған болсаңыз, сізге мысалы сөзді жазып, оның сөйлемін аудармасын жазып, кемпірқосақ деп сөзді жазып, одан кейін суретін салып қойсаңыз болады. Немесе сөйлемге мысалдар келтіріңіз. Бір сөз жаттадыңыз, 2-3 мысал келтіріңіз. Осылайша сіз ол сөзді терең сақтап аласыз және қолдану шарасында білетін боласыз. Және де үшінші кеңес ол ассоциация жасау. Мысалы, қандай да бір сөздердің ассоциациясын жасасаңыз болады. Мысалы, kick, kick деген тебу, ал hit деген ұру. Болмаса, мысалы, футбол, футбол деген спортты бәріміз білеміз. Ал foot деген не? Foot, аяқ, а ball, доп, футбол. Яғни осылай ассоциация жасап әрдайым жаттап тұрыңыз. Сонымен достар, бүгінге сабағымыз осымен бітті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер бір нәрсе түсінбеген болсаңыздар, қайтадан көріңіздер. Ешкім бұны сіздерге жасырып жатқан жоқ. Қайтадан көріп жаттағыңыздар. Және де достар, сабақтың соңында бізде әрдайым практика болады енді. Сіздерге өткен сабақты айтуды ұмытып кетіппін. Әрдайым практика ол музыка, фильмдер, болмаса қандай да бір тағы да жаттығулар. Сонымен бүгін сабақтан кейін болатын осы бейнероликті сіздер көрсеңіздер де болады, көрмей қойсаңыздар да болады. Бірақ әрине көруге шақырамын. Ол сіздің listening, яғни тыңдау қабілетіңізді және speaking, сөйлеу қабілетіңізді жақсартады. Ендеше келесі сабақ көріскенше. Goodbye. You really amaze me, Cynthia. You're never sad or tired. You always look so happy. What's your secret? Well, I do feel tired or sad from time to time. But I generally try to stay positive and healthy and see the bright side of everything. That's very good. Are you a morning person? Oh, yes. I'm an early bird. I wake up at 6 every day, even though I start work at 9 a.m. At work, I'm often the person who gets to the office first and opens it up for the day. Why do you wake up so early? Because I generally hate feeling rushed, and waking up early prevents that. I like to take my time getting things done. I usually read the news and catch up on email. Really? I never have time for that in the morning. What do you usually have for breakfast? I usually have a smoothie first thing. Then I eat a sandwich. What about you? I seldom have breakfast at home because I hardly ever have enough time to cook it. I wake up, rush to the bathroom, grab a snack on my way out, and hurry to work. I often get to the office in the nick of time. I'm a night owl. I always go to bed late. I suppose you go to bed early, right? I normally go to bed at 10. I try to maintain the same bedtime schedule every day. But sometimes I find myself crawling into bed around midnight. But I still get up at 6 the next day. Aren't you sleepy during the day in that case? I do feel sleepy every now and then.
but I usually drink a coffee and keep going on. Anyway, I am more productive at work in the morning rather than in the afternoon. My 2 to 3 peak hours are between 9 a.m. and 12 noon, and then I choose to do the hardest tasks. I generally can't focus well in the afternoon and evening. I'd rather just relax. I am exactly the opposite. I am more productive in the afternoon and evening. My peak hours are usually between 2 and 6 p.m. I frequently work late into the night, too. Do you ever take a nap in the afternoon? I really like to take a nap every now and then, especially if I have to stay up late. We have special rooms where the employees can enjoy a nap during the lunch break. You're really lucky then. Do you keep the same schedule on the weekends too? On the weekends, I normally wake up between 10 a.m. and noon. My schedule is generally very messed up on the weekend. What about you? I try to keep the same schedule on weekends as on weekdays. But occasionally, I wake up later and enjoy a heavy breakfast of eggs and sausages, bread and juice. What do you normally do to relax and unwind? I love going for walks like this, especially when the weather is so nice. I often listen to music and dance at home. Sometimes I just sit on the sofa and read a book or watch TV. Once in a while, I go singing with my friends at this little karaoke bar downtown. It seems we have something in common. I love music too. I play my guitar almost every evening. Really? Maybe we could go together at the karaoke bar one day. That would be awesome. It goes to show that we all share things in common, no matter how different we might all be from each other. You can say that again. And what else do you like doing in your free time? Sometimes I hang out with my friends. We love playing cards. Or foosball. When I'm tired, I just stay home and play darts by myself. Do you ever get to exercise? I go to the gym from time to time, and twice a month I get a round of golf in the afternoon. Nice. How long have you been playing golf? I've been playing it for 2 years. It's so relaxing, yet challenging. How about you? How often do you exercise? I hardly ever go to the gym, but I have an active lifestyle. I usually cycle to work. I rarely use buses or subways. Sometimes I take the stairs instead of the elevator. If I have groceries, instead of taking all the bags in one round, I take 2 bags at a time and go up and down several times. In the evening, I normally do the dishes, dust, or mop. I use housework as a substitute for sport. Cleaning is great body work for me. I frequently use waltz rhythms to liven up the cleaning. You seem to have a healthy lifestyle. I used to have a different lifestyle a short while ago. Really? Yes, I had a hard time eating healthy food. I was eating at odd times, consuming junk and oily food. I had heavy meals almost every evening. I hardly ever ate a salad or fruits. I was eating while the TV was on and would end up overeating and feeling sick. I almost never did any exercises. I frequently felt exhausted. So I finally pulled myself together and made some changes. I am rarely tired anymore. I have much more energy for my job now. So you never eat junk food anymore? I do occasionally, once a month, I guess. Talking about food made me really hungry. Would you like to have dinner with me?
Yes, I'd love to. There's a little place near the park entrance that serves great food. That sounds great. Let's go.